Сұрапыл соғыс кімді жәбірлемеді десеңізші. Ананы баласынан, баланы әкесінен, бауырларды бір-бірінен айырды емес пе? Енді таңғажайып дүниеде сол соғыстан аман келгендер де бар. Олар келгенімен біреулер мүгедек, жанұяға қамқор бола алмағандар да бар. Ал енді біреулер соғыстың басынан аяғына дейін тізесінен қан кешіп жүргенде, сұрапыл соғыстан аман келіп, жалпақ жұртты қуантқандар да бар. Осы ұлы отан соғысқа, қан майданға менің де атам қатысқан. Алайда мен атамды көрген жоқпын. Ал әкем атамнан 2 жасында айырылған. Өзім кішкентай 100 түтіндік Жетірқыз деген ауылда тұрамын. Ауыл халқы жиналған жерде бас қосқанда әкелерің Жұмағали керемет адам болды. Соғыстан бір қолы жоқ, бір аяғы тізесінен жоқ қалпы оралды. Ол уақытта бұл ауылда үлкен совхоз болатын. Мүгедек бола тұра сол ауылдың шаруашылығына етене араласып кетті. Сенің атаңсыз бірде-бір той, садақа, басқа да жиындар бітпейтін еді деп отырады атамның көзін көргендер. Атамның дене бітімінің өзі елге басшы болатындай кең жаурынды, алып денеледі деп сипаттайды. Бір қолы жоқ бола тұра, орылған мая шөптер татқанда, айырдың сабын иығына тіреген күйі шолақ қолмен атқанда таңданасың. Күштілігі соншалықты ұрғаны құлатқан, қайтып орнынан тұрмастай еткен, қандай жағдай болмасын барлық шаруашылықтың басында жүрген. Атам соғысқа қай жерде аттанғандығы, соғыста кім болып қызмет атқарғандығы туралы ақпарат іздеу мақсатында Шалқар аудандық әскери комиссариатқа әкем сұраныс берген еді. 1941 жылы жазылған тіркеу кітабында 1941-45 жылдар аралығында соғыста болған деп көрсетілген. 1914 жылы туылған Төлеков Жұмағали Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қаратоғай ауылының тұрғыны. 1941 жылы 29 желтоқсанда Шалқар қаласының әскери бөлімшесінен соғысқа аттанды. Әскери комиссариат менің атам туралы деректерді Ресей Федерациясы, Москва облысы, Подольск қаласындағы орталық мұрағатқа хат жазып, сол жақтан да жауап келген болатын. Архивтік анықтамада 813 атқыштар полкінде, 239 атқыштар дивизиясында 1944 жылға дейін болғандығын жазған. Деректерге сүйенсек, отан үшін соғысқа қатысқан офицерлер, сержанттар қатарындағы Төлеков Жұмағали 1944 жылы 14-16 қаңтар аралығында жаралылардың қатарында болды деп жазады. Осы мұрағатта 813 атқыштар полкінен 239 атқыштар дивизиясында 1941 жылдың 14 қарашасынан 1945 жылдың 7 ақпанына дейін болған. Науқастар туралы куәлікте атам 2 рет жараланған делінген. Біріншісі 1942 жылы оң жақ қолының саусақтарынан атқыштар полкінен айырылуы. Екіншісі 813 Төлеков Жұмағали 1944 жылдың 16 наурызында снаряд қалдықтарының ұшқыны оң қолына тигендіктен дәрігерлер қолын кесіп тастауға мәжбүр болады. Осы уақыттар аралығында 388 медсанбат дәрігерлері қызмет көрсеткен. Дәрігерлер анықтамасымен 2 рет жараланған соң енді соғысқа жарамсыз деп 1944 жылдың 18 наурызында шешім қабылдаған. Бірақ та елге 1945 жылы келген. Оралғаннан кейін әжем төлеумен шаңырақ көтерген. Сол уақытта бір үйдегі 16 баланың ішінде аман қалғаны осы 18 жастағы бойжеткен екен. Соғыстан кейін де тылда еңбек ету мақсатында 1951 жылы халық алдында жүрген 10 жанұяны орыс саясаты бұйрығымен Жетірқыздан Мақтааралға көшіріліп, сол жақта Сырдария өзенінің суын бұру бұйрығымен қатар сол жерде бау-бақша, егін егу жұмыстарымен айналысып, халыққа көп пайдасын тигізеді. Бригадада қаншама қиындық көрсе де, сол жердегі бригадашылардың алды болам деп жүріп, іске қосылып тұрған жерменге абайсызда қолын салып алады. Тағы да сол қолының 3 саусағынан айырылады. 1957 жылы ауылға кейін қайтады. Оралғаннан кейін тынымсыз еңбектің арқасында ауылда почта тарататын почтальон болып жұмыс істейді. Менің әкем Әуелбайды қартайған шағында көреді. Шөлімді басқан балам дейді екен. Осы баласы 2 жасқа келгенде, ол уақытта үйді жылыту үшін жер ошақ жағады. Ойнап жүрген бала ошақтың астына кіріп күйіп қалады. Күйген баланың күйігі әкенің жанына қатты батады. Содан мен ашаршылықты да, қанды шайқасты да көрдім. Енді маған өмір сүру жарамас. Ендігі өмірді балама берсін деп 10 түн ас су ішпей теріс қарап жатып алған. Ауруханадан баласы аман есен емделіп келген соң Құдай тілегімді орындады деп өзі көз жұмып кете берген. Міне, талай заманды өткерген, талай қиыншылықты басынан кешкен халқының тыныштығын, ағайын тума-туыстың бірлігін ойлаған, жалғыз тұяғының аман қалуын тілеген әке махаббатын осыдан көруге болады деп ойлаймын.
Әжемнің айтуынша көзі тірісінде де сол уақыттағы үкімет басшылары елеусіз қалдырмаған. Ұлы жеңістің 20 жылдығына, жеңістің 30 жылдығына арнап екі бірдей автокөлік мінгізген деп отырады. Тәуелсіздік алғаннан кейін де елеусіз қалдырған жоқ. Әжемді Ұлы Отан соғысының жесірі деп соғысқа қатысушылармен теңестірілді. Әжемнің тірі уақытында 9 мамыр жеңіс күні ауылдың әкімі арнайы құттықтау хатымен келетін. Ауылға аудан басшылары келгенде үйімізге бас сұқпай кетпейтін. Қазіргі таңда атамның төрде жалғыз портреті, мұрағаттан алынған құжаттар ғана сақталған, басқа да медальдары, марапаттары сақталмаған. Алапат майданның отынан аман шыққан атам мен әжем Төлеудің отбасында 2 қыз, 1 ер бала дүниеге келеді. Баланың үлкені Ақзия Қонысбай деген азаматпен бас қосып 4 ұл, 4 қызды болады. Бүгінде Ақзия апам ұлын ұяға, қызын қияға қондырған отанасы. Екінші қызы Разия ауылдағы Баянас деген кісінің ұлы Зәкірге күйеуге шығып, 3 жыл мен 1 қыздың ата-анасы атанса, қазіргі күні 3 келін мен 1 күйеу баласының ата-енесі атанды. Атамның үміт артқан ұлы Әуелбай Жақайымның қызы Гүлжанатпен бас қосып 4 балалы болады. Әжесінің баласы Нұрдана медициналық академияда, ал Ернары 11 сыныпқа көшті. Әжесі ұлды боласыңдар деп өсімін қойып кеткен Сұлтанбей мектеп оқушысы, ал Ерсұлтан балабақшада. Халық даналығында жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық деген сөзі еріксіз ойыңа түседі. Атамның қайтқанына 40 жыл толса да көзін көрген ата-әжелер ауыздарынан тастамайды. Ол кісілерді тыңдау бір ғанибет, және ол кісілерді атамды айтқан сайын өз атамдай жақсы көрем. Мен үшін менің атам Жұмағали менің идеалым. Ең ерекше болмысы бөлек жан. Мен атаммен мақтанам және мақтанытам.